Сәлем, менің 3-ші сынып оқушыларым. Бүгін біз Марко Поло сабағын өтетін боламыз. Олай болса, міндетті түрде каналға тіркеліп алуды сұраймын. Олай болса, on page 88, яғни 88-ші беттегі exercise 25, 25-ші тапсырманы ашамыз. Бұл жерде Марко Поло туралы шағын оқиға берілген. Қазір бірге оқып шығып аударамыз және менен кейін міндетті түрде қайталап оқып шығыңдар. Listen and read, тыңда және оқы дейді. Marco Polo stayed in China for 3 years. True or false? Марко Поло Қытай елінде 3 жыл тұрған дейді, яғни ол шындық па, жалған ба? Біз қазір сол туралы оқитын боламыз. Бірінші суретте Marco Polo started his journey to China when he was 17 years old. Марко Поло Қытайға саяхаттан 17 жасында бастаған болатын, иә? Екінші, he arrived at the palace of Kublai Khan, the emperor of China. Ол Қытай императоры, яғни Құбылай ханның хандығына келеді. Үшінші, Kublai Khan liked Marco Polo because he was very clever. Marco Polo worked at the emperor for 17 years. Яғни Құбылай хан Марко Полоны ұнатады, өйткені ол өте ақылды жігіт болады. Және Марко Поло ол императорға 17 жасынан бастап 17-ден бастап қызмет жасаған. Төртінші, Марко Поло left China in 1292. Марко Поло Қытайдан 1292 жылы кеткен екен. Келесі бетті ашамыз. 5-ші, 3 years later, Marco Polo arrived in Venice. 3 жылдан кейін Марко Поло Венеция еліне келеді. 6-ші суретте, in 1298, there was a war between Venice and Genoa. Marco Polo ended up in prison. Яғни 1298 жылы 3 жылдан кейін, яғни соғыс болады Венеция мен Генуя елінің ортасында. Және де Марко Поло ол кезде түрмеге қамалады. 7-ші суретте, in prison, Marco Polo met a writer. Marco Polo told him about China and he wrote a book called The Travels of Marco Polo. Түрмеде ол жазушыны кездестіреді, және жазушыға Қытай туралы барлық мәліметті айтып береді оқиғаларда, және ол сол туралы жазушы кітапты, яғни саяхатшы Марко Поло. 8-ші суретте, today we know a lot about China because of Marco Polo. People call Marco Polo one of the greatest explorers of all time. Қазіргі кезде біз Қытай туралы осы Марко Поло саяхатынан біз көп нәрсе оқып біле аламыз, және адамдар Марко Полоны өте үлкен, яғни беделді ойлап табушы, яғни саяхатшы деп атап кеткен екен. Жақсылап түсініп алсақ балалар, енді астындағы тапсырманы орындаймыз. Exercise 26. Read again and put the sentence in the right order. Яғни бұл жерде осы оқиға орны ауысып кеткен, яғни берілген, біз рет-ретімен қойып шығу керекпіз. Мен мына жерде қойып шықтым. Яғни бірінші бізде A келеді, екінші бізде C келеді, үшінші бізде F, төртінші бізде E, бесінші D және алтыншы B деп орын-орынмен қойып көшіріп шығамыз оқушылар. Енді келесі бетті қарайтын болсақ, оқушылар, on page 90, 90-ші бетте bright ideas тақырыбы берілген. Exercise 27, thinking cap, яғни ойлану туралы берілген. Design on object, think about. Яғни бұл жерде жеке тапсырма, оқушылар әркім өзі орындайды, яғни әркім өзінің дизайндағы өзінің қалауы бойынша бір нәрсе ойлап табу керек. Және оны суретін салып болсын қойып астына қандай осы сұрақтарға жауап беру арқылы сипаттау керек. Яғни ол неден жасалған, ағаштан ба, пластиктен ба, немесе металдан жасалған ба, я ол үлкен бе, кіші ме, ауыр ма, жеңіл ме, осы сұрақтарға жауап беру арқылы астына қысқаша өзінің жасап шығарған затын жазып қою керек. Мына жерде мысал беріліп кеткен, қарап жазсаңдар болады, ұйқастырып. This is my invention, a new mobile phone. It's made of plastic. It's smaller and lighter than a normal one, дейді. Міне осылай тапсырманы орындаймыз. Келесі бетке қараймыз. Келесі тапсырмаға exercise 28. Talk with a friend. Мына жерде қысқаша мәтін берілген, яғни Назифа Бақтыбаева туралы қысқаша мәтін берілген, және қасына сұрақтар қойып қойған. Біз сол сұрақтарды өзіміз құрай отырып, жауаптарын да өзіміз жазу керекпіз. Мына жерде мен 4 сұрақ және 4 жауапты осы мәтіннің ішінен жазып қойдым. Оқушылар жазып аламыз. Келесі exercise 29. Бұл жерде әркім өзі қалаған, яғни бір атақты адамды ойлап тапқыш адамды
тағамды жазса болады, және ол не ойлап тапты сол туралы жазса болады. Мен бұл жерде Серікбол Шаймерден туралы жаздым, және ол бізде смарт бесікті ойлап тапқан екен. Қалағанша интернеттен болсын балалар алмастырып көшіп жазуға болады. Енді келесі бетті ашамыз. Checkpoint 6, 6-шы тарауды қайталау мақсатында тапсырмалы берілген, соны орындайтын боламыз. Бірінші бізде exercise 1, look, read and the number. Оқы, қара, оқы және сандарды мен қойып шық деген. Біз қазір соны қоямыз. Бірінші суреттен нені көріп тұрмыз? Мысал берілген, енді бізде бірінші cave, үңгір ол D болады, diver ол сүңгуші B болады, footprint is ол бізде E болады, discover яғни іздеу табу ол бізде G болады, бесінші rock тас ол бізде F болады, және алтыншы scream ол бізде айқайлау болады. Мына жерге мен сандармен, цифралы әріптермен сандарды жазып шықтым, оқушылар жазып аламыз. So next exercise 2, read and underline. Оқып, мына мәтінді дұрыс келетін есімдікті қойып шығу керекпіз. Мысал берілген, яғни 0 ол аз. Бірінші she, екінші his, үшінші them, төртінші we деп жазып шығамыз. Келесі үшінші complete, бұл жерде past simple, өткен шақ берілген, яғни біз өткен шаққа келтіріп жазу керекпіз. Бірінші visited, екінші didn't eat, үшінші had болады, төртінші сұраулы белгі болғандықтан did they swim деп сұрақ қоямыз. Бесінші played, иді жалғаймыз, және алтыншы gave, яғни give-тің өткен шағы болады. Міне осылай сөйлемді толық өткен шақта жазып аламыз. Келесі exercise 4, read and answer. Оқы және сұрақтарға жауап бер деген. Мына мәтін берілген. Мәтінді міндетті түрде оқып шығамын және астындағы сұрақтарға жауап беремін. Қазір сұрақтарға жауап береміз. Бірінші at 6 o'clock, екінші lots of presents and cards, үшінші pizza and burgers, төртінші song happy birthday. Осылай сұрақтарға жауап береміз, оқушылар. Енді келесі бетке ашамыз. Ол жерде бізде story time, тағы да бір оқиға әңгіме берілген. Қазір бірге оқып аударатын боламыз. Өз беттерімен міндетті түрде оқып шығыңдар. Бұл жерде Tutumu and the Giant деген тақырыпта берілген. Exercise 1. Listen and read. Tutumu makes porridge for the giant every morning. True or false? Яғни оқы және тыңда дейді. Tutumu деген қыздың аты, және ол porridge деген, яғни ботқа, каша дейміз, иә. Giant деген алып адам. Оған күнде азанда ботқа пісіріп береді. Шындық па, жалған ба? Қазір соны оқитын боламыз. Бірінші суретке қараймыз. Can I have some porridge, Mom? I'm hungry. No, Tutumu. I make porridge for the giant every morning. He gets angry if there are no porridge. Tutumu айтады, анашым, ботқа жесем болады ма? Қарным ашып кетті дейді. Ал анасы болса, жоқ дейді. Бұл ботқа алып адамға жасап қойған. Егер мен жасамасам, ол қазір бізге қатты ашуланады дейді. Енді келесі суретте. Юм деп, яғни дәмді екен деп жеп алады, я алып адам. Енді үшінші суретте the next morning, келесі күні азанда. Look after the porridge, give it to the giant when he comes. Мына ботқаға қарашы дейді қызы анасына. Қазір алып адам келгенде сен оны алып адамға бер деп айтады. Қызы болса, окей, жарайды дейді. Төртінші, I'm so hungry, let me taste the porridge. Және қыз айтады, өте қарным қатты ашып тұр, ботқаның дәмін көрсем қалай болады екен деп жей бастайды. Бір қараса, көп бөлігін жеп қойған екен. I want a little bit more. Дәмді сынай, тағы да жегім келіп тұр деп көп ботқаны жеп қояды. Және келесі алтыншы суретте алып адам келіп, where is my porridge деп, яғни менің ботқам қайда дейді. Here is it. Мінекей деп кішкентай ғана қалған ботқасын береді. Келесі суретте this bowl is not full, girl. Мына құмыра толы емес қой дейді. Келесі 8-ші суретте Tutumu, where are you? Tutumu, қайдасың деп қатты ашуланады. 9-ші суретте come here, I'm hungry деп. Мен мұнда кел, менің қарным қатты ашып тұр деген кезде Tutumu оған инені, яғни таяқшасын тығып алады. Қолын ауыртады, яғни, иә. Және алып адам қорыққаннан қашып кетеді. 10-ші суретте Now we can eat porridge every day. Және анасы айтады. Енді біз күнделікті таңғы асқа ботқа жейтін боламыз дейді. Tutumu болса, yeah, is far away. Yeah, алып адам бізден қашып кетті ғой деп анасы екеуі қатты қуанады. Енді осыған қарай біз астындағы тапсырманы орындаймыз. Exercise 2, read the story and complete. Әңгімені оқып,
сөйлемдерді толықтыр деген. Бірінші бізде porridge қойылады, яғни I make porridge. Екінші бізде hungry, үшінші taste, төртінші full, бесінші away. Міне осылай тапсырманы толық жазып аламыз, оқушылар. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сұрақтар болса комментарияға қалдырамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.